17 жаста ең үлкен қателігім ол бәрін үлгеруге тырыстым. Бір күні түсіндім, мен жалқау емес екенмін. Мен тек бәрін бір уақытта істегім келген. Соңғы бірнеше айда өзіме тым көп міндет қойдым. Яғни ұбт-ға дайындалу, YouTube түсіру, немесе видеолар түсіру десек те болады. Немесе ағылшын оқу. Бәрін үлгерем деп ойладым, бірақ нәтиже қандай болды? Ешқайсысына да толық істей алмадым. Яғни фокус бәрібір шашырап кете береді екен. Бір күні отырып қарасам, күні бойы жұмыс істегендеймін, бірақ нақты нәтиже жоқ. Өйткені назарым күнде басқа жаққа ауыса береді. Бір күні бір идея шығады, екінші күні басқа идея шығады. Арғы күні тағы да бір жоспар, сөйтіп уақыт өте берді. Содан кейін бір нәрсені өзгерттім, өзіме бір ғана мақсат қалдырдым. Яғни қалғандарын уақытша кейінге қойдым. Сол кезде ғана прогресс пайда болды. Аз жұмыс емес, аз уақыт қалдырдым. Қазірде бәрі мінсіз емес, бірақ бұрынғыдан әлде қайда тынышпын. Өйткені күн сайын өзімді емес, кеше жасаған жұмысымды жеңуге тырысамын. Яғни айтқанда 1% күнде дамып отырамын. Сенің ең көп уақытыңды жеп жүрген нәрсе не? Егер сен осы сұраққа жауап бере алсаң, сен қуана бер. Себебі сен өміріңді өзгертуге деген бір қадам жасадың. Егер видео пайдалы болса, достарыңмен бөлісіп қой, және осы сияқты видеолар жіберіп алмау үшін арнама жазылып